Президенттік клиника. Қазақстан Республикасының президентінің іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасы. Орталық Азияның жүрегінде орналасқан. Заманауи жабдықтармен және қазақстандық денсаулық сақтау саласының жетекші мамандармен жасақталған диагностика, емдеу және оңалтудан ең үздік әлемдік тәжірибелері жинақталған бірегей көп бейінді мекеме. Больница медицинского центра управления делами президента. Қазақстан Республикасы президентінің іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасы қазіргі заманға биомедицинаның алуан түрлі міндеттерін атқаруға қабілетті көп бейінді ғылыми клиникалық өндірістік кешен. Аурухана жасқа және қоршаған ортаның өзгеруіне байланысты пайда болған аурулардың ең ауыр түрлерін емдейді. Ауруханада 2060 адам жұмыс істейді. Олар дәрігерлер, ғалымдар, медицина қызметкерлері. Ауруханада өте заманауи, жоғарғы сараланған медициналық техника бар. Ол денені және ауруларды молекула деңгейінде зерделейді және зерттейді. Бізге нақты диагноз қоюға мүмкіндік беретін 2300-ден аса аппарат бар. Помогают нашим специалистам ставить точный диагноз. Аурухананың негізгі қызметі көрсетілген медициналық көмектің сапасы мен қауіпсіздігінің жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету үшін инновациялық жобалар мен технологияларды енгізуге және табысты іске асыруға, операциялық ем-шараларды оңтайландыруға және емдеу процесін жаңғыртуға бағытталған. Қазіргі уақытта ауруханада жасалатын барлық операциялардың 90%-дан астамы эндоскопиялық технологияларды қолдану арқылы жүргізіледі. Хирургтар мұндай инновациялық әдісті қолдана отырып, жылына 6000-нан астам операция жасайды. Ауруханадағы роботталған жүйе урология, гинекология және жалпы хирургияда лапароскопия робот-ассистелген операцияларды жүргізуге мүмкіндік береді. Диагностика алгоритмдері мен емдеу схемалары дәлелді медицина қағидаттарына негізделген. У нас на базе Ауруханамыздың хирургиялық бейіннің базасында травматологиялық, нейрохирургиялық, рентген-эндоваскулярлық, кардиохирургиялық қызметтер бар. Сондай-ақ көздің микрохирургиясы жұмыс істейді. Лор, айтарлықтай көп бейінді орталық мұнда клиникаға тіркелген тұлғаларда. Сондай-ақ емдеуге жатқызу бюросы порталы бойынша Қазақстан Республикасының кез келген азаматы да ауруханаға жатуға және жоғары білікті медициналық көмек алуға мүмкіндігі бар. Біздің орталығымыздағы жабдықтар кішігірім тесу арқылы үлкен көлемді операцияларды жасауға мүмкіндік береді. Минималды инвазиялық хирургия, кіші жамбас органдарында, сондай-ақ кеуде қуысында. Біз бұндай операцияларды буындар, басым жағдайда шамамен 85% операцияларды аз жарақат келтіре отырып, осы тәсілмен жасауға тырысамыз. Мұндай операциялар пациенттің тез арада қалпына келу үшін жасалады. 2018 жылдан бастап дербестендірілген геномдық диагностика зертханасы табысты жұмыс істеуде. Оның базасында әртүрлі ауруларға генетикалық бейімділікті айқындау, дәрілік заттарға сезімталдықты айқындау және таргеттік терапияны таңдау, тұқым қуалайтын ауруларды болжау, гендік деңгейде онкологиялық ауруларды диагностикалау бойынша NGS технологияларды қолдана отырып, жоғарғы технологиялық молекулалық генетикалық зерттеулер практикаға енгізіледі. Жабдықтардың басым бөлігінің ТМТ мен орталық Азияда баламасы жоқ. Аурухананың бір жылда 10.000-нан астам пациентті емдеу мүмкіндігі бар. Терапиялық блок үлкен екі сектордан тұрады. Емдік және диагностикалық. Емдік 4 терапиялық бөлімшеден құралған. Мұнда барлық бейін, кардиология, пульмонология, неврология, ревматология, нефрология, гастроэнтерология, эндокринология бар. Диагностикада стандарты УДС-дан бастап Қазақстанда баламасы жоқ заманауи КТ аппараттарына дейін бар. Қазір біз сараланған диагностика және пациенттерді емдеу тактикасын анықтау тұрғысынан ең күрделі және ауыр науқастарды емдеумен айналысамыз. Эксперттік санаттағы ең жаңа жабдықтармен жасақталған озық диагностикалық база әрбір пациентті оңтайландыруға және дербестендіруге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда пациентке көп бейінді көмек көрсетудің толық циклі жасалған. Бұл диагностика, емдеу және оңалту. Біз микробқа қарсы препараттарды тиімді пайдалану бағдарламасын
инфекциялық бақылау жүйесін енгіздік. Антикоагулянттарды қауіпсіз пайдалану бағдарламасын әзірледік. Әр пациент пен әртүрлі бейіндегі дәрігерлер тобы жұмыс істейді. Пациентке емдік тағам, оңалту шараларының кешені таңдалады. Бұл пациенттің денсаулығын, ағзасының қызметін тез қалпына келтіруге және оның өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Біздің басты әлеуметіміз Еуропа мен Азияның озық клиникаларында тағылымдамадан өте отырып, емдеу процесіне ең үздік әлемдік практиканы енгізетін дәрігерлер мен мейірбикелеріміздің командасы. Диагностикадағы инновациялық тәсілдер ядролық медицинаны дамыту болып табылады. ПЭТ-КТ аппараттары патологиялық процестің дамуының ерте кезеңдерінде әртүрлі органдар мен тіндерде пайда болатын функциялық және морфологиялық өзгерістерді анықтауға, оның негізінде диагностиканы жүзеге асыруға, барабар емдеуді негіздеуге және уақытылы тағайындауға мүмкіндік береді. Онкологиялық тәжірибеде ПЭТ-КТ көмегімен бүкіл денені зерттеу барысында кез келген ошақтың бастапқы қатерлі ісігі мен метастаздарын анықтауға болады. Қазақстан Республикасы президентінің іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасында 2021 жылдан бастап заманауи халықаралық стандарттарға сәйкес жобаланған чек-ап диагностиканың жаңа бөлімшесі жұмыс істейді. Ол қысқа уақытта чек-ап диагностиканың барлық кезеңдерін бір бөлімшеде өтуге мүмкіндік береді. Основной задачей нашего отделения является... Бөлімшеміздің негізгі мақсаты кешенді медициналық тексеру жүргізу. Ол қандай да бір ауруларды, қауіп факторларын анықтау мақсатында жүргізіледі. Бұл уақытылы диагностикалау және түзету. Біздің бөлімшенің артықшылығы диагностика қысқа мерзімде, 1-2 күн ішінде жүргізіледі. Пациент диагностикалық тексеруден нәтижелерін бірден алады. Біз бірнеше бағдарлама әзірледік. 8 стандартты бағдарлама, базалық және премиум бағдарлама. Стандартты бағдарламалар белгілі бір органдарды диагностикалауға бағытталған. Эндокринологиялық, неврологиялық, гастроэнтерологиялық чекап. Базалық бағдарлама 30 жастан асқан адамдарды базалық диагностикалауға бағытталған. Премиум бағдарлама жоғарғы технологиялық жабдықты қолдана отырып, анағұрлым тереңдетілген диагностика. Сондай-ақ, ауруханада эпилепсияны емдеу, гибридті жүрек-қан тамыр хирургиясы, медициналық оңалту, кардио оңалту, нейро оңалту, жарақаттан кейінгі оңалту, эндоскопия және тағы басқа бағыттар белсенді дамуда. Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасы 2018 жылдың 25 желтоқсанда денсаулық сақтау субъектісі қызметінің ұлттық аккредиттеу стандартына сәйкестігі туралы куәлік және 2018 жылдың 27 желтоқсанда ISO сапа менеджменті жүйесіне сәйкестік сертификатын алды. 2019 жылғы сәуірде GCI халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкестігі расталды. Аурухана клиникалық көрсеткіштер бойынша да, менеджмент көрсеткіштері бойынша да Қазақстан Республикасының стационарының қызметін рейтингтік бағалау тізімінде жылдан жылға жетекші орын алуда. Халық денсаулығының жоғарғы деңгейіне мұнда диагностиканың, емдеу мен оңалтудың жоғарғы технологиялық әдістерін қолдана отырып, тиімді профилактика жүргізу және медициналық көмек көрсету арқылы қол жеткізіледі. Айта кету керек, президенттік клиника дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен ынтымақтасады.